Бүгін антикоррупциялық ішкерді кеңештің бірінші жиыны болып өтті. Анын ішіне президент Садыр Жапаров та қатышты. Ал елге қайрылып, коррупцияның айланасында қоғамда чыдағыс мағынай түзілуге тиіс деді. Анын айтымында коррупция бойынша қоғамда тақай чу болып тұруға тиіс. Антикоррупциялық ішкерді кеңештің төрайымы Нурипа Муканованың айтымында коррупциямен байланышты мамлекеттік қызматтан кеткен адамдар қайрадан мамлекеттік же муниципалдық қызматқа жана акционерлік қоғамдарға, ал жерде мамлекеттің үліші болса қайрадан алынбаш керек, алардың иштери тоқтатылса дағы же алардың соты жандырылған болса дағы. Бірақ мына екілі мисалды алып көрөлү. Вечерний Бишкек деген басма үйі жана Ақнет деген интернет компания рейдерлік жолмен басып алынған. Бирок ал ишке катышкан бир топ кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер жана алардын ичинде соттор дагы эң кичи жырга эле өз орундарында иштеп жатат. Акыйкат орнотула элек, ал эми Ақнеттин президенти Кубан Ажимудинов 2,5 жылдан бери СИЗОдо отурат. Жөн эле сөздөр эмес, чыныгы иштер керек го.